ардақты көрермен, бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама бірге таңдаймыз. Алдағы бір сағатта біз материалы мен сапасына қарай көрпе түрлерін бірге таңдаймыз. Және шаш стилисті Зайнұр Жұмаділовамен бірге ұл балалардың соңғы шаш үлгісін студияда қиып көреміз. Ал кеңес бізден, таңдау сізден тұрақтайдарында Ханзада тобының жігіттері жаңа жылдық сыйлық жасап таңғалдырмақ. Ендеше арнадан алыстамаңыздар. Мата қиындыларын қиюластырып, тұмарша, 8 жапырақ, ромб және әртүрлі нақыштағы ою өрнектерден қырақ көрпе құрау ата дәстүріміз. Ал көрпенің ұзындығы ені неше сантиметр болуы тиіс? Көрпенің қандай түрлері бар? Бұл сұрақтарға біздің алғашқы қонағымыз өзі жауап берсін. Шақырайық, Гүлшат Аяужанова келіп отыр екен. Гүлшат ханым, келіңіз. Сәлеметсіз, қайырлы күн, қош келдіңіз. Төрлетсеңіз болады. Біз де қуаныштымыз. Көңіл-күйіңіз қалай? Өте керемет. Гүлшат, бүгінгі біздің бағдарламамыздың алғашқы қонағы. Бірінші рет қатысып отырған жайыңыз бар. Бұрын соңды көріп жүрсіз бе? Бағдарламаны көрдіңіз бе? Сіздің бағдарламаңыздың біз отбасымызбен тұрақты көрерменіміз. Күн сайын көреміз. Көбінесе қай біздің жасап жатқан дүниеміз ұнайды? Қай блог сіздердің жаныңызға жақын? Маған өзіме жақын, мен өзім дизайн мамандығында оқығандықтан сіздердің қолөнер бұйым жасайтын бөлімдеріңіз өте қатты ұнайды. Сондықтан сүйіп көремін бағдарламаңызды бір жібермей. Сондықтан қазір келгеніңізге, сізді көргеніне өте қуаныштымын. Біз де қуаныштымыз, мен де қуаныштымын. Қош келдіңіз тағы да. Ал енді барлығымыздың сіздерге бүгін көрпелерімізді алып келген жайымыз бар. Керемет, көріп отырмын, мына жерде 2 кісілік жаңағы бір адамдық, және де олардың матасы. Бір адамдық, міне мынау алып келген түрлен бір адамдық, 2 адамдық көрпелер. Міне айта кететін болсам, мынау көрпенің түрі бамбуктан жасалған көрпе. Өте қалың, өзіңіз көріп тұрғандықтан. Және де басында бамбуктан жасайтын көрпелерді естіген кезде адамдарға ол өте таңдаулы оқиға болып кездескен. Себебі біріншіден маталарды қарағайдан да жасаған, ал екіншіден бамбук деген ол ағаш емес, ол шөп. Сондықтан қазір осындай бамбуктан жасаған көрпелер, киімдер өте көп кездеседі. Ал мынау көрпенің түрі міне түйе жүнінен жасалған. Бұрыннан келе жатқан өте жылы. Қазіргі таңда қыс мезгілі болғандықтан үйінің іші суық болып жатады ғой. Сондықтан қазір осы түйе жүнінің көрпесіне сұраныстар өте көп. Міне өзіңіз көріп тұрғандықтай. Гүлшат, өзіңіздің үйіңізде қандай жүннен жасалған? Біз көбінесе осы түйе жүнін алғанды жақсы көреміз. Себебі үйіңіз салқын болып кететін кездері болады. Міне бүйтіп ашып көрсетсем болады сізге. Міне көріп тұрғандай түйе жүнінен жасалған. Қазіргі кезде олардың әрине түйе жүнінің мынау жүндері шығып кетпес үшін арнайы қаптап қойып жатады. Сыртынан қаптап қойып жатады. Денен сосын міндетті түрде оның сыртынан тағы да біз өзінің өте ыңғайлы, ешбір зияны жоқ. Аллергия да тудырмайды. Ал егерде мысалға жаз мезгілінде еңіз ыстық болып жатса, міне мынандай жұқа жаздық көрпелер бар. Өйтіп ашып көруге болады. Бұлардың неше түрлі түстері мен әдемі түрлері бар. Біз тек бүгін таңдаулы түрлерін ғана алып келдік. Бұл бамбуктың жұқа талшықтарынан жасалған, өте жұқа, қалың емес. Ардақты ағайын, қазір көріп отырған көрермендерімізге айтарымыз, сіздердің үйлеріңізде жаңағыдай төсеніш көрпелеріңіз, жамылатын көрпелеріңіздің түрлері қандай? Сізге қайсысы ұнайды? Қайсысын қолданасыз? Хабарласыңыздар 55-37-76 байланыс нөміріміз, және де Инстаграм парақшамызға да жазсаңыздар болады. Біз сіздерді күтеміз. Бүгін бізде қонақта Гүлшат, көрпенің кәдімгідей неше түрлі тұстарын, ішіндегі жүндері туралы айтуда. Мынау көрпеміз бізде Hollow Fiber деп айтылады. Бұл ішінен силиконнан жасалған. Бұл да өте ыңғайлы, міне қалың, жылы болып келеді. Ал егерде бұндай силикон көрпелер кішкентай балаларға аллергия тудырып жататын болса, онда бізде балаларға арнаған арнайы көрпешелер де бар. Олар өте тоже жылы. Силикон бір андай бір
бір кішкентай жып-жұқа қағаздай жеп жеңіл бір көрпе жамылғандай сезінбейтін сияқтысың менің ойымша. Күлшат, сізге ұнай ма осындай көрпе? Енді әркімнің талғауы әртүрлі болады ғой. Өзіңізге қалай, ұнай ма? Ұнайды, иә. Маған мүлдем ұнамайды. Бір көрпе ретінде бір менсінбейтін сияқтым. Көрпе деген кәдімгідей қалың, кәдімгідей бір ұйықтаған кезде де, жамылған кезде де бір қомақты, сондай бір көрпе сезіну керек сияқты. Әжелеріміз де мақтадан қалындап, жақсылап жасайтын еді ғой, сондайлар жақсы болған негізі. Сондай дұрыс болады. Ал егерде айтады кететін жағдай, адамдарға егерде жаңағы силикон басқа көрпелерде аллергия тудырып жататын болса, онда негізінде мынандай бамбук талшықтарынан жасаған көрпешелерді алған дұрыс деп ойлаймын. Әркімнің өзіне ұнаған түстермен, түрлермен таңдауға болады. Жеп-жеңіл, мынау енді синтетика болғаннан кейін жаңағыдай жып-жұқа, жеп-жеңіл, қолға ұстауға даңғайлы бүктеп қойып қояйық, әдемілеп. Негізі осы көрпенің астары жай матадан тігіледі. Енді оның жамылғы және төсенші деген түрлері бар. Жамылғы көрпенің 1 кісілік, 2 кісілік түрлері болады. Ал ұзындығы кісінің бойына лайық жасалады. Ал төсек көрпенің сыртқы астарын маталардың қиығынан құрап тіксе, оны құрақ көрпе дейміз, Ал баланың бесігіне жабатын көрпеше бесік көрпе. Бала орауға арналған көрпені орауыш көрпе дейді. Біздің көрермендеріміз көріп отырған, енді қосылған көрермендерімізге айта кетейік, көрпелерді қазір ішіндегі салынған жүндерін, түрлерін, көлемдерін айтудамыз. Олардың барлығы 1 кісілікке арналған көрпелер. Қазіргі таңда көбінесе осы бамбук талшығынан жасалған және түйеден жасалған көрпелерге сұраныс өте көп. Мен өзім администратор болып жұмыс жасаймын, ал басқаратын қыз бүгін тапсырыстарымыз өте көп болғандықтан келе алмай қалған жағдайы бар, өкінішке орай. Тапсырыс берсе сіздер жасап бересіздер. Бізде айта кететін жағдай, Астана қаласы бойынша тапсырысты жеткізу өте тегін. Ал жақында бізде жоспар бойынша Қазақстанның барлық өңірлеріне жеткізу жоспарлануда. Тек қана көрпе жастықтар, көрпе төсеніш көрпелер ғана емес, бізде жастықтардың түрлері де бар. Жамылғы көрпелер де бар, Осындай төсеніштердің түрлері бар бізде. Түйе жүні де, жаңағы бамбуктың айтып отырғандай, мынандай синтетика. Әрбір түрлері бар. Оны хабарласып, сұрап тұрып білуге болады. Және де Instagram парақшасынан суреттерін қарап, тапсырыс беруге болады. Бір көрпенің, 2 кісілік бір көрпенің бағасы, жамылатын көрпенің бағасы қанша? Шамамен алғанда? Енді ол қатты қымбат емес, орташа. Мысалы, 10 мың, 20 мың, 30 мың? Одан төмендеу де болады. Төмендеу? Өте ыңғайлы. Бұлай қарағанда аса қымбат емес екен. Яғни, енді тұрмысқа шыққалы жатқан қыздар болса, қыздардың да мүмкін жасауына көрпе қажет қой. Тапсырыс беруге болады екен. Тек қана Астана қаласынан емес, барлық өңірлерден тапсырыс берсеңіздер болады. Бұл кәсіппен біраз болды ма? Бастап айналысқандар? Биыл 2 жыл болып қалды. Яғни біз отандық өнімді бірге таңдаймыз. Соны да айта кетуіміз қажет. Елбасымыздың да біздің айтатын өзіміздің мақсатымыз, жаңағы біздің өзіміздің отандық өніміміз жүру керек. Ол ешқандай жаңағыдай басқа елге де таралу керек, көріну керек, және де сатылу керек, Ал енді біздің бір көрерменіміз тағы да сұрап жатыр, WhatsApp-тан сұрақ келді. Мысалға, сатып алар кезінде ұстап қалай байқауға болады дейді. Оны айта кетуге болады. Біздің жаңаға тапсырысты жеткізуге жіберген адамды, яғни курьер деп айтамыз ғой. Сол кісіге беріп жібереміз, түрлерін, сізге ұнаған түрлерін беріп жібереміз. Үйіңізге апарады, ашып көріп, қайсысы ұнайды, соны өзіңізге таңдап алсаңыз болады. Ол жағынан жағдайлар қарастырылған бізде. Яғни түрлерін кішкентай жаңағыдай қолмен барлығын қарауға болады. Тамаша, жақсы. Керемет, енді тағы да WhatsApp-тан сұрақ келді. Қазір оның жауап бермес бұрын. Бірінші байланыс нөмірімізді қосайық, сосын жалғастырамыз. Алло, сәлемет, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз. Бамбук көпшіктер қаншадан тұрады екен? Қандайдан болады жақсы? Сапасы қандай? Жастықтардың ба, апай? Шағын көпшіктер 70-те 70. 70. Көпшік деп анау жаңағыдай көпшік деп батыс жақта айтады, бірақ жастық деп енді түсіндім сіздің сұрағыңызды, яғни жастықтардың 70-те 70.
көлемін дейді. Иә. Оларды Сол жайында енді айтатын болсақ. хабарласып номерге звондап басқаратын адамнан сұрауға болады. Ішінде қанша жастық келеді? Бір комплектте қанша жастық бересіздер? Екеу ме, Екеу төртеу ме? болады, иә. Екеу, иә? Аха. Ішіне жастыққа жаңағыдай түйе жүнін де салып бере аласыздар, Әрине. бамбуктың да жүнін салып бере аласыздар. Әркімнің, біздің клиенттеріміздің ыңғайына қарай, кімге қайсысы ұнайды барлығын қарастырып. Яғни жасай аласыз. Жасай аламыз, 70-те 70 көлем біздің тапсырыс беретін көрерменімізге баруы мүмкін. Әрине. Ол бамбуктың жүні де болуы мүмкін. Бағасы, яғни Бағасы қатты қымбат емес. бір жастықтың бағасы 5000 бола ма? Болады, иә. Қол жетімді. Менің ойымша алуға болатын сияқты, иә? Енді осы жуу жағына келетін болсақ, күтімі жағынан келетін болсақ, қалай тазалаймыз? Тағы да біздің бір көрерменіміздің сұрағы. Күтімі жағынан айтатын болсақ, Гүлшат. Қалай күтуге болады? Кәдімгідей кір машинасына салып қойып жууға бола ма, әлде қалай ойлайсыз? Енді олардың құрамы өте жақсы деп айта аламын. Сондықтан машинаға да салып та жууға болады. Ол ешбір жамандығы болмайды, құртылмайды, ешбір матасы да өзгермейді, құрамы, сапасы өте жақсы деп айта аламын толықтай. Менің ойымша және де көрпелерді енді жаңағыдай тыстарын ғана жуып тұрады ғой көбінесе. Иә. Тыстарын қаптап қойған. Сыртында алып жууға да болады, оның сапасына байланысты ғой. Сапасы бізде жақсы деп айта аламын. Кейін сосын жаңағыдай балконға шығарып, ауылда болса ауылда, сыртта шығарып, жіпке оны сорықтырып алады күздің, көктемнің кезінде, солай емес пе? Сосын барып оны қағып, қайтадан кіргізіп, қыстығын орап салып, жаздығын шығарамыз. Ой, тірлік деген бітпейді ғой. Ең бастысы оның тысын жиі ауыстырып тұрсақ, ол ешқандай иісте шықпайды, әдемі болып тұрады. Түсі де өзгермейді, матасы сол қалыпта қалады. Анау, мынандай сұрақ болып тұр. Гүлшат, түйе жүні кейде бір иіс шығады дейді. Терлеген кезде, мысалға, шамылатын көрпе ғой қандай дегенмен. Жағымсыз иіс шығып кетпей ма одан сайын? Жоқ. Біз өзіміз қазір үйде қолданғандықтан ондай жағдай болмайды деп толықтай сіздерге айта аламын. Сондықтан уайымдамасаңыздар да болады. Жүндер қай жақтан келеді? Арнайы бір заводтардан тапсырыстар ма, әлде ауылдардан келе ме? Біз Қытай Республикасымен байланыстамыз. Әрдайым сол кісілерден тапсырыстарымызды алып тұрамыз. Жүндер сол жақтан келеді? Иә. Заяу, біздің елімізде не көп, мал көп, солардың барлығын заводтар бар, түтіп, жақсылап тұрып, тазалап, сонымен қолданбайсыздар ма? Енді ол жағдайды қарастыру керек. Әзірше осы жұмысымызды бастаған түріміз. Тез жеткізетін сол ағайындар дейсіз ғой. Жақсы, түсінікті, хабарласқан тағы бір көрермен бар, тыңдап көрейік. Алло, сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз сізді. Қап, байланыс нөмірі үзіліп кеткен сияқты, бамбукпен түйе жүнін қалай ажырата аламыз? Сұрақ осындай. Енді бізде... Міне, мынау бамбук алдымызда тұрған. Өзіңіз көріп тұрғанда, міне өте қалың. Иә, бұлқылдап тұрған, сондай бір жұмсақ бамбук. Және де бізде түйе көрпешелерімізде мынандай бұрышында бүйтіп ашып көретін жерлер болады. Жаңа көрсеттім сізге. Солайынан ашып қарауға болады, егерде ажырата алмайтын болсаңыздар. Немесе кейбір көрпелерде мынандай сыртқы қаптамалар болады ғой. Егерде дүкенге барған кезде мысалға білмей жатсаңыз, жаңағы бүйтіп бұрышында мындай қаптамаларда жазулар болады, парақшаларда. Біз қазір әзірше сыртын алып тастаған болатынбыз. Сондай қағаз парақшаларға қарап, құрамын және де қалай күтім жасау керек, сол жақтарын қарап біліп алсаңыздар болады. Яғни, бір көрерменіміз сұрап жатыр, кейбір жерде дейді, кейбір кездерде алданып қалып жатады, жаңағыдай дұрыс емес жазулар кетіп жатады. Яғни, сіздерден қорықпай ала беруге болады, иә? Гүлшаттың, яғни өзінің жасап жатқан кеңсесіне, өзінің шығарып жатқан жеріне сенуге болады. 100% оған былайша айтқан кезде кепіл. Біздің қазір тапсырыстарымыз, клиенттеріміз өте көп, сондықтан аянбай алсаңыздар болады, ешбір. Жақсы. Көп рахмет сізге, Гүлшат. Сіздің ісіңізге береке тілеймін. Рахмет. Жұмысыңыз алға баса берсін. Бірер минуттан соң ұл балалардың соңғы сәндегі шаш үлгісін көрсетеміз. Арна қосылы болсын.